Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бүгінгі сабағымызды есеп және аудит мамандығының бірінші курс оқушысы Сержанова Диана жүргізеді. Пән оқытушысы Сыдықова Баян Молдабековна. Сабағымыздың тақырыбы анықталмаған интеграл және оның қасиеттері. Сабақтың мақсаты. Бүгінгі сабақта білетіндеріңіз: анықталмаған интегралдың анықтамасы, формуласы және оның қасиеттері. Бүгінгі сабақта меңгеретіндеріңіз: анықталмаған интегралдың формуласымен танысып, есептер шығаруда қолдану. Жоспар. Бірінші, анықталмаған интеграл анықтамасы. Екінші, анықталмаған интегралдың қасиеттері. Үшінші, анықталмаған интегралдың формуласы. Төртінші, формуланы есептер шығаруда қолдану. Бесінші, үй тапсырмасы. Алтыншы, рефлексия. Анықталмаған интеграл. fx функциясының барлық алғашқы функцияларының жиыны fx функциясының анықталмаған интегралы деп аталады. fx функциясының анықталмаған интегралы тең үлкен fx қосылған c. Бұл формуладағы үлкен fx функциясы fx-тің белгілі бір алғашқы функциясы, c кез келген тұрақты. Сонымен бірге fx интеграл астындағы функция, ал fx функциясының анықталмаған интегралы интеграл астындағы өрнек деп аталады. С символы ұзартылып алынған латын алфавитіндегі S әріпі. Ол символды интегралдың белгісі деп атайды. Функцияны интегралдау және олардың алғашқы функцияларының қасиеттері жайындағы ілім интегралдық есептеу деп аталады. Анықталмаған интегралдың қасиеттері. Біз үлкен f'(x) тең fx және де fx функциясының анықталмаған интегралы тең үлкен fx қосылған c екенін ескере отырып, анықталмаған интегралдың қасиеттерін қарастырамыз. Бірінші, анықталмаған интегралдың туындысы интеграл астындағы функцияға тең болады. Анықталмаған интегралдың дифференциалы интеграл астындағы өрнекке тең болады. Екінші, егер бір функцияның дифференциалынан анықталмаған интеграл табалық болса, онда ол сол функциямен кез келген тұрақты санның қосындысына тең болады. Үшінші, интеграл астындағы өрнектің тұрақты көбейткішін интегралдың алдына шығаруға болады. Төртінші, екі функцияның алгебралық қосындысының анықталмаған интегралы сол функциялардың анықталмаған интегралдарының алгебралық қосындысына тең болады. Анықталмаған интегралдың формуласы. Сіздерге 18 формула берілген. Бұл формулаларды есептер шығаруда қолданамыз. Формуланы есептер шығаруда қолдану. Берілген интегралды интегралдардың қосындысына келтіріп интегралдау әдісін жіктеу әдісі деп атайды. Біз x қосылған 1, x азайтылған 2 анықталмаған интегралын табуымыз керек. Ол үшін интеграл астындағы өрнектерді түрлендіреміз. Яғни жақшаны ашып, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сол кезде x-тің екінші дәрежесі азайтылған x азайтылған 2-нің анықталмаған интегралы болады. Анықталмаған интегралдың қасиеттерін қолданып, үшінші интегралдағы тұрақты сан 2-ні интеграл алдына шығарамыз. Мынадай интегралға келтіреміз. Дәрежелік функцияның интегралдық кестесін пайдаланып, берілген анықталмаған интегралды табамыз. Сонда 3-тен x-тің 3 дәрежесі азайтылған 2-ден x-тің 2 дәрежесі азайтылған 2x қосылған s болады. Осы мысалға қарай отырып, басқа да есептерді шығаруымызға болады. Үй тапсырмасы. Бірінші параграф, нөмір 8-ші, нөмір 9-ші есептерді шығару. Рефлексия. Мен бүгінгі сабақтан нені білдім? Нені меңгердім? Не білгім келеді? Осымен біздің сабағымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі тақырып бәріңізге түсінікті және пайдалы болды деген сенімдемін. Сау болыңыздар.